Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз дыбыс қалай тарайды. Мақсаты қоршаған әлем құбылыстары үрдістері мен нысандарын зерттеудің қажеттілігін түсіндіру. Қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізу. Дыбыс екіге бөлінеді: жасанды және табиғи дыбыстар. Табиғи дыбыс көздері табиғи дыбыстар, нысандар мен құбылыстардан пайда болады. Мысалы, жан-жануардың дыбыстауы, құстың сайрағаны, сарқыраманың дауысы, желдің гуілі және жаңбырдың жауғандағы тырсылы. Балалар, бұлардың барлығы табиғи дыбыс көздеріне жатады. Ал балалар, енді жасанды дыбыс көздері. Бұл жасанды дыбыс көздерін адамдар ойлап тапқан. Мысалы, домбыраның үні, жеңіл көліктің дауысы, қоңыраудың сыңғыры, ұялы телефонның шырылы. Мұның барлығы балалар жасанды дыбыс көздері болып табылады. Олардың барлығы адамның көмегінсіз дыбыс шығара алмайды. Ендеше балалар, дыбыстар қалай тарайды және дыбыстарды қалай ести аламыз? Біз дыбыстарды құлақ арқылы естиміз. Өйткені құлақ есту мүшесі. Адамдар да, жан-жануарлар да дыбыстарды құлақ арқылы естиді. Балалар, егер де бүгінгі сабақ түсінікті болса, үйге тапсырма алайық. Ойлан, дыбыс тек бір бағытта тарайтын болса, не болады?